Саламатсыздарбы, құрметті студенттер, корпоративтік қаржы пәні тақырыбымыз корпорацияның негізгі капиталы. Қарастырылатын сұрақтарымыз бірінші негізгі құралдар мен экономиканың табиғаты, құрамы мен құрылымы, екінші материалды емес активтердің түсінігі мен құрамы, үшінші сұрақ негізгі капиталды бағалау, төртінші сұрақ негізгі капиталдың амортизациясы, бесінші сұрағымыз негізгі капиталды ұдайы өндіру. Бірінші сұрақ бойынша корпорация негізгі қорлар дегеніміз бұл ұдайы өндіріс процесіне үздіксіз қатысатын және өндірілген өнімге өзінің құнын біртіндеп аударатын өндірістік қаражаттардың жиынтығы. Теориялық мағынада бұл негізгі құралдар еңбек құралы болып аталады. Негізгі құралдар бұл кәсіпорынның бухгалтерлік балансының активінің бірінші ұзақ мерзімді активтер бөліміне көрініс табады. Ұдайы өндіріс процесіне қатысуына байланысты негізгі қорлар екіге бөлінеді. Яғни бірінші өндірістік қорлар немесе екінші өндірістік емес қорлар. Өндірістік негізгі қорлар дегеніміз бұл өндіріс процесіне бірнеше рет қатысатын және материалдық өндіріс процесі сферасында пайда болатын және өзінің тозу құнын біртіндеп өнімге аударатын негізгі құралдар саналады. Активті өндірістік негізгі құралдар өндіріс цикліне тікелей қатысады. Пассивті негізгі құралдар бұл өндіріс циклінің жүргізілуіне жағдай жасайды. Активті өндірістік негізгі құралдарға құрылғылар, станоктар жатады. Пассивті негізгі өндірістік құралдарға ғимараттар, көлік құралдар жатады. Өндірістік емес негізгі құралдар бұл өндірістік емес мақсатта тұтынуға тағайындалған құралдар. Өндірістік емес негізгі құралдар бұл өндіріс цикліне тікелей де жанамада қатыспайды. Олар жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын, денсаулығын жақсартуға ықпал ете отырып қызығушылығын туындатады. Өндірістік емес негізгі құралдарға кәсіпорын балансында мәдени, спорт, денсаулық сақтау, білім беру ғимараттар жатады. Екінші сұрақ бойынша материалды емес активтер бұл сыртқы заттық нысаны жоқ, бірақ кәсіпорынның шаруашылық іс-әрекет процесінде ұзақ мерзімді болатын және табыс алу мүмкіндігі бар активтер. Материалды емес активтер кәсіпорын балансының активінен көрініс тауып, оларға жатады. Лицензиялар, патенттер, ноу-хау, тауарлық белгілер, фирмалар атауы және тағы басқалар. Материалды емес активтерді бағалау бұл материалды емес активті кәсіпорынмен алу әдісіне байланысты анықталады. Яғни материалды емес активтер сатып алынса, сатып алу бағасы оның құны болып табылады. Материалды емес активтердің бағасын анықтау мүмкін болмаса, яғни арнайы эксперттік комиссия тағайындалып, материалды емес активтердің ерекшелігін, оны иемденуге және ойлап шығаруға кеткен шығындар және олардың алынатын тиімділік есепке алынып анықталады. Үшінші сұрақ бойынша корпорация негізгі қорларын ақшалай бағасының түрлері, яғни оған алғашқы құн, қалыпты келтіру құны, жойылу құны, қалдық құны жатады түрлеріне. Негізгі құралдардың алғашқы құны оның түрлеріне байланысты ерекшеліктерді ескере отырып анықталады. Егер негізгі құрал сатылынып алынған техника құрылғы болса, оның алғашқы құны оны сатып алуға, тасымалдауға, жеткізуге, монтаждауға кеткен шығындардың сомасынан тұрады. Егер негізгі құрал жаңадан салынған ғимарат болса, оның алғашқы құны болып құрылыс жұмыстарына кеткен шығындардың сомасы табылады. Негізгі құралдардың қалпына келтіру құны бұл белгілі бір өзгерістерге байланысты негізгі құралды қайта бағалау арқылы жүзеге асырылады. Әдетте бұл құн негізгі құралдың ұзақ мерзімді пайдаланудағы құнсыздану деңгейін көрсетеді. Ал жойылу құны бұл бойынша пайдалану уақыты толық өтіп тозығы жеткен, бірақ әрі қарай пайдалану мүмкіндігі бар негізгі құралдардың бағасын анықтауда қолданылады. Бұл құнды арнайы комиссия негізгі құралдар балансқа алғашқы кірістірілген кезде анықтайды. Қалдық құн бұл негізгі құралдың алғашқы құнынан жойылу құнын есепке ала отырып, тозу сомасын алып тастау арқылы анықталады. Яғни негізгі құралдан тиімділігін көрсететін көрсеткіштерді ұтатын болса, яғни қор қайталанымдылығы, ол яғни тең болады есепті мерзім ішінде өндірілетін өнім құнына бөлеміз негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнын. Екіншіден, қор сыйымдылығы тең болады негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнына өткен мерзім ішінде өндірілетін өнім құнын. Үшіншіден, қор қорландырылуы, яғни тең болады негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнын бөлеміз кәсіпорын жұмысшыларының орташа жылдық құнына. Төртіншіден, негізгі құралдардың жаңару коэффициенті тең болады нақты мерзімде қайта енгізілген негізгі құралдар бөліп сол мерзімнің аяғындағы негізгі құралдардың құнына. Бесінші, негізгі құралдарды жою коэффициенті, яғни тең болады нақты мерзімде жойылған негізгі құралдардың құнын бөліп сол мерзім басындағы негізгі құралдардың құнына. Және алтыншыда, негізгі құралдардың өсу құнының коэффициенті тең болады қайта енгізілген негізгі құралдардың құнынан жойылған негізгі құралдардың құнын бөліп
сол мерзімнің аяғындағы негізгі құралдардың құнына. Төртінші сұрақ бойынша амортизация бұл негізгі құралдардың тозуын қалпына келтірудің ақшалай көрінісі. Амортизация есептеу үшін негізгі құралдардың пайдалану мерзімі жөніндегі мәлімет қажет. Пайдалану мерзімі дегеніміз бұл негізгі құралдардың осы уақыт мерзімі аралығындағы кәсіпорынға тиімділігі алып келетін уақыт мерзімі. Негізгі құралдардың пайдалану мерзімін кәсіпорын өз бетінше анықтап есеп саясатында көрсетеді. Амортизация есептеудің әдістері, яғни сызықтық әдіс, өндірістік әдіс, тездетілген әдіс. Сызықтық әдіс бұл қозғалмайтын негізгі құралдардың амортизациясын есептеуге ыңғайлы. Бұл әдістің мазмұны бойынша амортизация сомасы негізгі құралды пайдаланудың бірақ мерзіміне тең бөлікте есептеледі. Әдетте бұл әдіс кәсіпорынның іс-әрекеті процесіне біркелкі қатысатын пассивті өндірістік негізгі құралдар бойынша амортизация есептеуге қолданылады. Мысалға, ғимараттар. Яғни бұл әдіс бойынша амортизация сомасы былай анықталады. Алғашқы құннан жойылу құнын алып тастаймыз, пайдалану мерзіміне бөлеміз. Ал өндірістік әдіс бұл өнімді өндіруге тікелей қатысатын құралдар үшін қолданылады. Бұл әдіс бойынша амортизацияны есептеуге негізгі көрсеткіш ретінде шығарылатын өнім саны алынады. Бұл әдіс бойынша амортизация сомасы былай анықталады. Яғни алғашқы құнды аламыз, жойылу құнын бөлеміз өнім санына. Кәсіпорынның кейбір негізгі құралдары бұл материалдық және физикалық тез тозады. Оған байланысты амортизация есептеудің тездетілген әдістері қолданылады. Тездетілген әдістің екі тәсілі бар, яғни бірінші кумулятивтік тездетілген әдіс. Бұл әдіс физикалық тез тозатын жылжымалы мүліктің амортизациясын есептеуге қолданылады. Ол бойынша бастапқы жылдармен салыстырғанда мүліктің қуаттылығы кемейді, сәйкес, яғни амортизация сомасы да төмендейді. Бұл әдісті анықтау кезінде кумулятивтік әдіс кумулятивтік сан қолданылады. Яғни S тең болады, n көбейтілген, жашының ішінде n қосылған бір, бөлеміз 2-ге. Мұндағы n деп отқаны бұл пайдалану мерзімі. Және екінші әдісі бұл азайтылған қалдыққа әдісі. Бұл әдіс моральдық тез тозатын негізгі құралдардың амортизациясын есептеуге қолданылады. Бұл жерде амортизация бірнеше еселеніп есептеледі. Яғни бесінші сұрақ бойынша айтатын болсақ, негізгі құралдарды ұдайы өндіру әдістері бұлар жаңа құрылыс, кеңейту, реконструкциялау, модернизациялау. Негізгі құралды ұдайы өндірудің жаңа құрылыс әдісі бұл жаңа объектілерді, негізгі құралдарды тұрғызу және жаңа негізгі құралды сатып алу арқылы активтерді ұлғайту. Негізгі құралдарды кеңейту әдісі бұл яғни әрекет етіп тұрған негізгі құралға қосымша жұмыстар жүргізу арқылы ауқымды кеңейту. Негізгі құралдарды реконструкциялау бұл яғни физикалық тозылған негізгі құралдың бұзылған бөлшектерін жаңа бөлшекпен ауыстыру. Негізгі құралдарды модернизациялау бұл материалдық тозылған негізгі құралдардың бөлшектерін жаңа технология мен техника енгізу арқылы қайта қаруландыру. Негізгі құралды ұдайы өндіру, оны жөндеу арқылы жүзеге асырылады. Жөндеудің екі тәсілі бар: шаруашылық тәсілі, мердігерлік тәсілі. Шаруашылық тәсілі бойынша негізгі құралдарды жөндеу жұмыстарын кәсіпорын өзінің күшімен жүзеге асырады. Мердігерлік әдіс бойынша кәсіпорын жөндеу жұмыстарын арнайы мамандандырылған құрылыс мекемелеріне тапсырыс беру арқылы жүзеге асырылады. Негізгі құралдарды ұдайы өндіру жұмыстарын қаржыландыру төмендегі көздердің есебінен жүзеге асырылады. Яғни кәсіпорын жеке қаражат есебінен, банк мекемелерінің ұзақ мерзімді несиелер есебінен, қор нарығының тартылған қаражат есебінен.